Қараман сонда сөйлейді. Айбалтам тасқа өтпейді, жамандар сөзді кектейді. Жүрмеймісің, жол барсың, сенсіз күшім жетпейді. Қобылан сонда сөйлейді. Асқар мекен, тау мекен, арғым ақпа, ат бекен. Жая мекен, жал мекен, шекер мекен, бал мекен. Ер бұзбаған қамалды, қатын бұзған бар мекен. Бала кезімнен халық ауыз әдебиетіне деген көз қарасым зор болды. Ертегілер, аңыз әңгімелер, жырды оқыған кезде ішкі рухани жан дүнием айрықша сезімге бөленетін. Жырдағы батырлардың ерлігін көріп өзіме рух пен күш жігер алатынмын. Және де осындай жырды оқып өзімнің ана тілімнің бай, көркем, әуезді тіл екенін сезіндім. Қобыланды батырын жаттағанда оқушылардың сөздік қорлары молайып, және есте сақтау ұзақ жыр жаттағанда оқушылардың есте сақтау қабілеттері дамып, әдебиетке және осы көркем әдебиетке деген сүйіспеншіліктері оянып, артып, өте балалардың рухани патриоттық сезімдерін оятады деп ойлаймын. Оқушылар осы жырды жаттап, өздерінің ойларын, білімдерін тереңдетіп шықса деп ойлаймын.